Достар, Алматының болашақ жолдары туралы жалғасады. Тақырып жалғасады. Қараңыздар, мен өзім үшін бір жаңалық көрдім. Мұнда бакатпен қиылысатын развязка болады екен. Генплан бойынша. Бұл Қарасай ауданының генплан бойынша. Енді қараңыз, қазіргі түрі, қараңыз, міне, иісі де жоқ. Развязка болатын иісі де жоқ, жолы да жоқ, ештеңесі жоқ. Енді қарайық бұл қай жерде екенін. Түсіндіріп айтайын, бұл мына ТЭЦ Про, ТЭЦ 2, қазір айтпақшы газға ауысып жатыр. Сол ТЭЦ 2, соның бойынан міне мөңке би келеді, мында мөңке би, мұнда жол болады деп әйтеуір жоспарланған, генплан бойынша. Мен бұл туралы айтушы едім, егер маған бүйтіп біреу айтса, мен айтушы едім, бұл генплан ескі, өйткені мен бұл генпланды баяғыда көргем, 3 жылдай бұрын, 2 жылдай бұрын деген сияқты. Қазір бұл мүмкін қалыптан шығар деп ойладым. Жарайды, бұл 50-50 дейікші. Ең қызығы ол емес, ең қызығы мынау бакатпен қиылысады, мына жерде развязка болады. Бұл жол, қараңыздар, жалғасады екен. Әрі қарай кетті мына жол. Мына жол кетіп баратыр. Мұнда Алматы-Астана трассасы ғой. Кім Астана-Алматы трассасын біледі, сонымен қиылысады екен. Және әрі қарай кетті міне. Әрі қарай кетті, жарайды, бұл кетті де тұрар дачаларына қиылысады екен. Әрі қарай кете береді. Әрі қарай кетіп айтпақшы қайда барады дейсіздер ме? Ол әрі қарай кетіп бұрылады, төмен түседі. Ақырында мынау Райымбек көшесіне қосылады. Осындай генпланды көріп қалдым. Енді мен маған біреу көрсетсе, мен айтушы едім, бұл сенбеймін, өйткені бұл біреудің ойы, біреудің планы, біреудің жоспары деген сияқты. Енді қараңыздар, сіздерге басқа карта көрсетейін. Мынау карта бұл учаскалар туралы. Мынау Алматы, мынау Қарасай ауданының учаскалары. Мынау жаңа ТЭЦ-тің жері, мынау жаңа жер. Енді мына жерді қараңыздар. Мына жерде мүмкін развязка болады. Енді мына жолды көрдіңіз бе? Мына жол бекер кесілмеген. Мына үлкен участоктың ортасы кескен. Жарайды, әрі қарай кеттік. Мына жол, болашақ жол, қазір бұл жол жоқ. Мұнда развязка болатын сияқты. Мынау жаңа айттым ғой бағана, Алматы мен Астана көшесі. Бұл қызық тема, бұл әрі қарай план бойынша, проект бойынша бұл әрі қарай дайындап қойған дейікші. Міне, дайындап қойған. Бұйырса болады деп дайындап қойған. Енді көреміз, болса болар, болмаса болмайды.